Былтыр тура осы айда өзіміздің бөлмемізге күйеуім екеуміз осылай ремонт жасаған едік. Обои темный еді, соны светлый қылып, естеріңізде ма? Сол кезде мен спальный гарнитурды ауыстырсақ деп армандаған екенмін. Сол видеоға осындай спальный болса екен деп армандаған едім. Енді қазір таң қалып тұрмын ғой. Сол видеоның соңында көресіздер. Мен күйеуім қонаққа кеткен күні апыр-топыр мыналардың бәрін сатып жібердім да. Осылай келіп еді, бәрін құрастырып, давай тез деп бері жеріп ал. Күйеуім келген екен, сюрприз дегенсің ғой. Сөйтіп екеуміз барып спальный жағына гарнитур алдық. Армандар орындалып, дұрыс армандап, соның суреттеріне дейін шығарсаң, ол точно орындалады екен. Мен тура осындай гарнитур аламын деп армандағаным да есімде жоқ қой. Былтыр ремонт істеген видеоны көріп қалдым да, мына тура мен армандаған спальный екен ғой, тура соны алыппын ғой деп таң қалып жатырмын. Айтпақшы, мен перделеріне дейін ауыстырған болатын, осындай ашық түсті перде қойғанмын. Алдыңғысының бәрі темный еді, білмеймін, неғып темныйға сонша қадалып қалғанымды. Ал енді до түрін сіздерге бір жақсылап көрсетіп алайын, сосын бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Ал енді вуаля, қараңыздар қалай мебель үйді өзгертеді. Я күшті, өзім тура армандағыдай ғой, еш жерден таппай, белотта бір-ақ жерден таптым ғой. Ал кроватьқа енді маған 1.80-2 матрас керек болды. Жақсы матрас сататын жерлердің адресін жаза кетсеңіздер. Ал мынаның үстіне бір ваза ғой, бір эстетичный бір нәрселер істегім келіп жатыр. Тура алдында армандағаным осындай ақта емес, бір ашық сұр цветті армандаған екенмін ғой. Енді маған осы жерге 2 кілем керек болды, ашық сұр цветті. Жалғасын салатын боламын, кілем матрас ағаннан кейін.